Сәлеметсіздер ме балалар? Қазір біз сіздермен жаратылыстану сауаттылығы бойынша 8 тапсырманы орындайтын боламыз. Бұл 79.064 нұсқасы. Қандағаш пен кокос палмасының тұқымдары тарайды. Жануарлармен өздігінен шашу арқылы желмен, ақыспен, әрине Д нұсқасы дұрыс балалар, ақыспен. Келесі сұйық затта оның қызған кезінде бұл пайда болу процесі. Қайнау, балқу, еру, қызу. Әрине ол А нұсқасы қайнау болады балалар. Жылуды нашар өткізетін дене электрооқшаулағыш, электроөткізгіш, жылу оқшаулағыш, жылу өткізгіш. Әрине ол жылу оқшаулағыш болып табылады. Тозаң дегеніміз гүлдің аналықтың жоғары бөлігі, гүлдің аналықтың төменгі бөлігі, гүлдің аталық бөлігі, тозаңданған түйіршіктердің жиналуы. Тозаң дегеніміз ол гүлдің аталық бөлігі. Келесі табиғаттағы судың үздіксіз қозғалысы, гидросфера қозғалысы, дүниежүзілік мұхит, су айналымы, атмосфералық бу дейді. Әрине ол С нұсқасы су айналымы. Келесі қорғасы мен сеңкке бай кен орындары Шығыс Қазақстан облысының аумағында, Батыс Қазақстан облысының аумағында, Солтүстік Қазақстан облысының аумағында, Қарағанды облысының аумағында дейді. Әрине ол Шығыс Қазақстан облысының аумағында. Келесі жер бетіндегі барша өсімдіктер өндіретін оттектің жартысына жуығына көзі болып табылады. Ол әрине балдырлар, балалар. Келесі жылы жазғы мезгілде түседі, ауыл шаруашылығына зиян келтіруі мүмкін. Ол бұршақ. Мінекей біз осылай 8 сұраққа жауап берді. Осымен сіздерге сәттілік тілеймін. Келесі кездескенше сау саламат.